Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, еті сондай нәзік болып шығатын гуляш рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Барлық керек ингредиенттерді видеоның соңына жазып кетемін. Ең алдымен етімізді дайындаймыз. Менде сиыр еті осылай соломка тәрізді турадым. Бірақ кубик қылып турасаңыздар да болады. Жақсылап мұздай суға жуып аламыз. Содан соң табамызға май құйып, майымызды жақсылап қыздырып, осыған жуылған етімізді саламыз. Етімізді осылайша жақсылап араластырып, орташа отқа қойып, қызарғанға дейін қуырып аламыз. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Бізге осындай бір үлкен пияз, сәбіз және де бір дана сарымсақ қажет болады. Жуамызды дәл видеодағыдай турап шығуларыңыз қажет. Жуамызды осылай қуырылған етімізге салып, қайтадан жақсылап араластырып, кішкене тағы да 1-2 минут қуырамыз. Одан соң сәбізімізді осылай үккіштен өткіземіз. Үккіштен өткізілген сәбізімізді және майдалап тураланған сарымсағымызды осылайша қуырылған етімізге жіберіп, жақсылап қайтадан араластырамыз. Гуляштың сан түрлі рецепті бар. Кейбір рецептерде сәбіз мүлдем қосылмайды, бірақ мен сәбіз қосып дайындағанды жақсы көремін. Сондықтан қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Осылайша 1 шай қасық томат пастасын саламыз. Дәміне қарай шекер, тұз саламыз. Мен 2 дана лавр жапырағын салып жатырмын. Шекерді қосу міндетті, өйткені томаттың ашылығын басады. Енді үстіне осылай ыссы су құйып, бұқтырып, 1 сағаттай пісіреміз. Гуляштың басты ингредиенті ұн деп айтсам да болады. Осылай кесемізге 2 ас қасық ұнымызды салып, бөлме температурасындағы суымызды құйып, 1 келкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді осы ұнымызды еттің үстіне құйып, тез-тез араластырамыз. Гуляшқа ұн салу өте міндетті, себебі ұнның көмегімен тамағымыз өте қоймалжың, қою, кремовый тәрізді болып шығады. Сондықтан ұн салу өте қажет. Қараңыздаршы, осындай өте қою, дәмді, өте ерекше түскі немесе кешкі асымыз дайын, жасап көруге кеңес беремін. Гарнирді өзіңіз қалауларыңыз бойынша дайындасаңыздар болады. Көбінесе гуляшты пюремен ұсынады, бірақ менің үйшілерім осылай макаронмен жегенді жақсы көреді. Қараңыздар, қандай күшті, аппетитный болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Осылайша бетіне укроп немесе жасыл жуа салып ұсынсаңыздар болады. Тамағымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен сіздермен өте тез әрі дәмді болып шығатын рецепттермен бөлісемін. Ас болсын.